Степногорск қаласында алғаш рет республикалық ақпараттық керуен өз жұмысын бастады. Ұлттық Дельфи комитеті ұсынып отырған іс-шараның басты мақсаты рухани жаңғыру бағдарламасының негізгі қағидаларын ашық және еркін форматта түсіндіру арқылы белсенді қазақстандық жастарды біріктіру болса керек. Бастапқы мақсаты жаңағы үлкен мегаполистік, үлкен қалалар емес, сонымен қатар шағын кішкентай ғана ауылдар, поселоктар, сондай жерлердегі жастармен қауышу болып табылатын болған. Сондықтан да қазіргі бірінші біздің бастаған келген жеріміз Степногорск. Біз әрі қарай осы Степногорск қаласындағы, Петропавловск қаласында маңайдағы ауылдарды аралайтын боламыз. Халық ауыз әдебиеті, осы дәстүр ырым-тыйымдар арқылы қазақ халқы өз балаларын, ұрпақтарын саналы, әдепті, ибалы етіп тәрбиелеген. Менің негізгі айтатын жастармен әңгімем төркіні осы болып табылады. Осыған орай қаламызға арнайы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері, ұлттық Дельфи комитеті өкілдері, білім беру, мәдениет, тарих және бизнес саласындағы белсенділер мен сарапшылар келді. Шаһар меймандары Тау-Кен техникалық колледж қабырғасында жастармен арнайы жүздесулер ұйымдастырылды. Кездесу шеңберінде спикерлер өз баяндамаларын ұсынып, белгілі бір салаларға байланысты ақпараттарын берді. 5 тақырыптық алаңдарда атқарылған ақпараттық керуен жұмысы жастарда жалпы ұлттық бірлік мәдениетін қалыптастыруға, мәдениетке, әлеуметтік жобаларға, білім берудегі инновациялар мен бизнес-инкубатор, яғни қазақстандық жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға негізделіп отыр. Бір сағат отырып, интернетте отырып, бет алды бір керек емес нәрселер дүниені тыңдағанша, бір 15 минуттық уақытыңды бөліп сен мынаны көрсең, сен едәуір өзіңе саналы ұрпақ тәрбиелеуіңе де саған да керек деген сияқты ақпарат беруіміз керек. Сондықтан да бұл тек қана қазақ халқы болсын, басқа ұлт болсын, бұндай керуендердің қазіргі кезде өте халыққа берер пайдасы өте көп. Шаһарымызға ат басын бұрған комитет өкілдері қала басшылығы мен іс-шараға қатысушыларға алғыс білдіріп, тұлғалық өсу және өзара ынтымақтастық тіледі. Айта кетерлік жайт, ақпараттық керуен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамының грантын жүзеге асыру аясында Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен этномәдени бірлестіктердің белсенді қатысуымен жастар арасында әлеуметтік бірлік мәдениетін дамыту әлеуметтік жобасы аясында атқарылып отыр. Бұл көшпелі кездесулер Қазақстанның 17 қаласын қамтып, ағымдағы жылдың қараша айына дейін жалғасын таппақ. Кезекті кездесу Ақмола облысы Щучье қаласына жоспарланған.